жобасы шеңберіндегі мектептік материалдық және қаржы ресурстарын үнемдеу. Біріншіден бізге осындай асханадан бутылка керек. Содан біз мынадай бутылкадан термофильмен бұл бутылканы мынадай пішінге айналдырамыз. Сосын біз бұл бутылкадан мынадай сызықтар жасаймыз. Сосын біз бұндай таяқшаны аламыз. Сосын шуруповертпен бұл таяқшаны бекітесеміз. Осылайша біз пластикалық бутылкадан осындай сыпыртқы жасадық. Бұл сыпыртқы мектептік қаражаты мен материалдық ресурстарды үнемдеуге көмектеседі. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасы жүзеге асырылып жатқан Таза Қазақстан акциясына да мақсаты осы деп білемін.